Рухани жаңғыру деген мақала жазып, халға паш етіп, оны орындау жолында жұмыс істеп жатырмыз. Ол қоғамдық сананы түбегейлі өзгертіп, жаңа ұрпақ қалыптастыруға бағытталған 6 жоба негіз болады. Жастарды қазақ халқының ұлттық дәстүрлі құндылықтары негізінде тәрбиелеу үшін ашылған бұл рухани дамыту орталықтың бүгінгі ұрпаққа берері мол. Бәсекеге қабілеттілік жаңғыру жолында нақты істерге бет бұру, ұлттық болмыстың өзегін сақтауға сеп болма. Сондай-ақ орталықтың ашылуына орай туған жер бағдарламасы бойынша колледж оқытушыларының жұмыстары таныстырылды. Студент жастарға туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тау мен өзені тарихтан сыр шертетіні жете түсіндірілді. Әрине, ұланғайыр жері мен асабай рухани тарихы бар ұлы дала елінің бүгінгі жастарына мемлекет тарапынан бар жағдай жасалып отыр. Сондықтан білім алып, туған жерінің өз елінің патриоты болу басты міндеттері.